Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін тағамдардың бірін жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге фарш қажет, тартылған ет, онан соң жуа және жұмыртқа. Енді жуамызды майдалап турап, оны фаршымыздың үстіне саламыз. Оның үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді қосамыз да, және де бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Ал енді қайнатылған жұмыртқамызды тазалап, оны ортасынан бөліп, екі бөлікке айналдырамыз. Яғни жұмыртқаны тұтас қоссаңыздар да болады, бірақ балалардың асқазанына ауыр тиетін болғандықтан мен ортасын екіге бөлдім. Және де фаршымыздан осындай формалар келтіріп алып, жұмыртқамыздың жартысын салып, қайтадан осы фаршымызбен орап шығамыз. Дәл видеодағыдай орасаңыздар болады. Қолмен айналдыра отырып, осындай домалақ, дөңгелек формаларға келтіреміз. Мінекей, біздің фаршта оралған жұмыртқаларымыз дайын болды. Оны бір шетке ысыра тұрамыз. Енді біз подлив дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге бір жуа, картоп, сәбіз, қырыққабат және қалауларыңызға жусай қоссаңыздар болады. Мен сәбізді үкіштен өткіземін. Және де пиязымды, жуамды майдалап турап алып, қызып тұрған қазаныма сұйық майымды құямын. Оның үстіне жуамды, пиязымды саламын. Оның үстінен сәбізімді салып, жақсылап араластырып, жусайымды қосып, қуырып шығамын. Енді оның үстіне 2 ас қасық томатымды қосамын да, барлығын қайтадан жақсылап араластырып, қуырып шығамын. Және де үстіне жарты шыны су қостым. Оның үстіне тұзымды салдым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және де өзіңіздің көңіліңізге қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. 5 минутқа бетін жауып, қайнатып қойдым. Және де тағы да үстінен су қостым. Онан соң картоптарымды салып шықтым. Онан соң фарштарымды салып тізіп шықтым да 5 минутқа бұқтырып қойдым. Онан соң қырыққабаттарымды салдым. Қырыққабат қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Бетін жауып 20 минутқа қойып қойдым. Мінекей, біздің фаршта оралған жұмыртқаларымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Сүйікті тағамдарының біріне айналатынына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.